Ассалаумағалейкум, брат жандар. Көпті білгеннен емес, көпті көргеннен сұра демекші. Өзінің опытым бойынша деп, андай өзіне көп olmай қойын. Шынымен де өзінің опытым бойынша мен мопедімді жалпы қай жерде жасатамын, және де қай дүкеннен аксессуарлар аламын. Сол туралы сөйлескім келіп отыр. Әрине, бірінші қай жерден жасататынымды айта кетейін. Бұрын мопедті жасатқан кезде адасып, барып, таласып, талып, сүрініп, сосын ескірді. Мопедистің бақытты шағы қай жерде жасататын білген кезі демекші. Жалпы жасататын жерім Шевченко 162 көшесінде орналасқан 8-ші гараж. Сол жерге бардым. Любой проблеманы жасап берді мопедіндегі. Көп адамдар түсінбеген, көп адамдар жасалмаған проблемаларды шешіп жасап беріп көңілінен шыққан болатын. Сол жерде Айтбек деген мастер бар. Сөздің шыны керек, өзінің ісінің майталманы, маған өте қатты ұнап, көңілінен шықты. Көз тимесін. Жалпы мысалға келетін болсақ, ол жерде китайский мопедтер